Бой жеткен шағымда науқастанып, ауруханаға түскенім бар. Сол шақта гинеколог дәрігерлер суықтағансың деп біраз ем-дом жасады. Алайда мендегі негізгі дертті ашып айтпады. Өкінішке қарай өзімнің аналық бездерімде ақау барын кейінірек ағам мен жеңгемнің өзара әңгімесінен естіп қалдым. Ішкі жан дүниемнен сең жүріп өткендей күй кештім. Екеуінің сөздерінен ұққаным, мен болашақта балалы бола алмайды екенмін. Аналық құрсағым дұрыс дамымаған. Кейінірек мектеп бітіріп үлкен оқу орнында оқып жүргенімде де өз дертіме байланысты көп уайымдап, алдағы күндерімде күмәндана қарайтынмын. Оның үстіне өзім ерекше бала жанмын. Баласыз өтуден асқан қасірет бар ма бұл өмірде? Сөз салып жүрегін ұсынған жігіттердің бетін қайтарып, тұрмысқа шығу мәселесін кейінге сырдым. Ойым білікті дәрігер маманға қаралып, өз денсаулығымдағы кінәратқа көз жеткізуді ойладым. Үлкен қалалардағы бірнеше ауруханаға барып, толық тексеруден өттім. Әйткенмен әу баста қойылған диагнозды басқалары да растады. Тағдыр деген кейде сұрақты басқаша қояды емес пе? Өзім сырттай қатты ұнататын бір жігіт болатын. Бірнеше рет үйленуге ұсыныс жасаса да келісім бермегем. Бір күні сол жігіт әлдекімдер арқылы тойға шақыртып, мені алып қашты. Аттаған босағамда қалмауға әрекеттеніп, қарсыласып бақтым да. Бірақ ештеңе шықпады. Не керек, менің айтқан бірде-бір уәжіме болашақ күйеуім де сенбеді. Сөйтіп бір шаңырақтың келініне айналдым. Өзім сүйетін жанның жары болу қандай бақыт болса, сүйіктіңмен арада бала болмауы асқан қайғы екен. Бастапқы 2-3 жыл күйеуім бала туралы аса сөз қозғай қоймайтын. Екеуміз отауымызды бөлек тігіп, еншімізді алған күннен бастап нәрестенің орны біліне бастады. Қаралмаған дәрігер, бармаған емшім қалмады. Нәтиже жоқ. Сөйтіп жүргенде Құдайдың себеп етуімен пойызда Айша апамен таныстым. Ұзақ жолда әрнені сөз етіп отырып, әңгіме ауаны балаға қарай ойысқанда, ішімдегі шерімді сол апаға жылап отырып айтып бердім. Жасы 70-ке жақындаған, бұрын гинеколог болған Айша апа мені тыңдап болып, көп әйелдер балалы болу үшін дәрігердің есігін тоздырады. Мен ойлаймын, егер жатыры өз орнында болса, кез келген келіншек ана бола алады. Дәрі дәрмектен ем іздейміз. Шындығында кейбір дәрінің құрамындағы химикат әйел жатырын күйдіріп әлсіретуі мүмкін. Ал біздің қыз-келіншектер дәрігердің берген бүкіл дәрісін ішіп, ағзасын улап жатқандарын кейде ойламайды да. Сондықтан маман ретінде айтарым, ең алдымен әрбір әйел жаратушыға жалбарынып сұрап, иманға бет бұруға тиіс. Қасиетті Құранның өзінде де әйелге жабысқан жын-шайтанның ең алдымен жатырға жабысып, сол жердегі қан тамырларды үзіп отыратыны айтылған. Олай болса, неге ең алдымен балалы болудың медициналық емес басқа жолдарын қарастырмасқа? Мына қасиетті дұғаны жазып, 40 күн бойы нанның арасына салып жеген дұрыс. Есіңде болсын, бұл аяттарды жазатын адамның бойы таза, дәретті болуы керек деп, шеті кетілген ескі кітаптан қасиетті дұғаны жазып берді. Дұғаның мәтіні: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби хабли мин ладунка зуриятан таябатан иннака самиуд дуа бирахматика я архамар рахимин. Үйге келген соң Айша апаның айтқандарын бұлжытпай орындадым. Құдайдың құдіретінде шек бар ма? Бұл 3 ай өткенде жүкті екенімді біліп, қуаныштан басым айналды. Содан бері де 10 жыл уақыт өтіп кетіпті. Қазір 4 баланың анасымын. Аллаға мың шүкір. Бала-шағамның алды мектепке барады. Барша қыз-келіншектерге айтарым, еш уақытта жаратушыдан үміт үзбей, жүректеріңізден иманды алыстатпаңыздар. Алла өз пендесін жылатпақ емес.